Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет болып шығатын испанский чизкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Өзінің осылай бетінің күйіп шығуымен ерекшеленеді, өте дәмді және де барлығыңызға ұнайды деген сенімдемін. Ол үшін бізге қажетті заттар: сүзбелі ірімшік, яғни творожный сыр, қант, сливки, жұмыртқа, жүгері крахмалы және де лимон шырыны. Барлық заттар бөлме температурасында болғаны жөн. Ең алдымен лимонның шырынын сығып аламыз. Бізге бір ас қасық жеткілікті. Енді біздің сүзбелі ірімшігімізге қантымызды қосамыз да миксерлейтін боламыз. Қатты миксерлеп қажет жоқ. Тек қана біздің екі массамыз біріккенге дейін, яғни біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз біркелкі болып жақсы араласты. Енді оған жұмыртқамыз саламыз. Бірден барлығын салмаймыз, тек бір-бірден осылай салып отырамыз. Әр жұмыртқамыз салып болғаннан кейін 1 минут шамасында миксердің жай жылдамдығында біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз, және де екінші жұмыртқамыз салып, дәл солай жақсылап араластырып миксерлейміз. Енді жұмыртқаны салып болғаннан кейін біздің ыдысымыздың шетіндегі творожный сырды жақсылап болса күрекшемен араластырып отыру қажет, өйткені біздің массамыз біркелкі болуы қажет. Шетіндегі творожный сыр бөлек араласпай, астындағылары да қалып кетпеуі қажет. Соңғы жұмыртқамызды салып, тағы да 1 минут шамасында араластырамыз. Сонан соң біздің массамыз біркелкі болып, жақсы болып шығатын болады. Енді осы массамызға бір ас қасық лимон шырынын қосып, тағы да 30-40 секундтай араластырамыз. Минут емес, тек қана секунд араластырамыз. Және де енді осы біздің массамызға сливкимізді құятын боламыз. Бірден осы таразға қойып өлшейміз қазір. Бізге 250 грамм сливки қажет болады. Сливкимізді құйып алдық. Енді миксердің жай жылдамдығынан бастап 1 минуттай араластырамыз да, жылдамдықты кішкене көтеріп, 2-3 минуттай сливкимізді шайқаймыз. Өйткені ол кішкене тұрақты болып, өзінің формасына келуі қажет. Енді біздің массамызға жүгері крахмалын қосып, тағы да кішкене миксерлеп жібереміз. Біздің массамыз толықтай біркелкі болуы қажет. Біздің сүзбелі ірімшігіміз барлығы жақсылап араласты. Енді осылай күрекшемен біркелкі етіп араластырып аламыз, өйткені арасындағы ауаны, яғни воздухты шығарып алуымыз қажет. Біздің чизкейгіміздің массасы дайын, ол осындай гладкий болып, әдемі болып шығуы қажет. Енді оны қазір формаға салатын боламыз. Менде формамның диаметрі 18 см. Осылай астына фольга төсейміз, өйткені ақ кетпеуі қажет. Және де шеттеріне осылай пергамент қағазын төсеп шығамыз, өйткені біздің массамыз қазір пісу барысында көтерілуі мүмкін. Біздің енді сүзбелі ірімшігімізді осылай құйып шығамыз да формамызға. Кішкене бетін бір тізегістетіп жайып аламыз. Енді біздің массамызды қызып тұрған пеште 210 градуста 45-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Яғни беті күйгенге дейін пісіреміз. Одан қатты күйдіріп ұстаудың қажеті жоқ. Біздің чизкейгіміз дайын. Оны піскен кезінде тексеру үшін кішкене қимылдатсаңыз, осылай ортасы былқылдап тұруы қажет. Және де беті әлбетте үйсіп күйіп шығуы қажет. Енді біздің чизкейкті толықтай суығанға дейін формасын шығармаймыз. Толықтай суып болғаннан кейін барып, пергамент қағазынан босататын боламыз. Байқасаңыздар, осылай өте оңай алынады. Егер сіз ыстық күйінде алатын болсаңыз, пергамент қағазы жабысып, кішкене жақсылап алынбайтын болады. Формамызды босатамыз. Енді осы толықтай суығанға дейін 1-2-3 сағатқа дейін тоңазытқышта ұстаймыз, және де содан кейін барып әсемдейтін боламыз. Әсемдеген кезде өзіңіздің қалауыңызша жеміс-жидекпен немесе шоколадпен әсемдесеңіз болады, немесе ештеңеге қоймай-ақ дәл осылай ұсынсаңыз өте керемет болып шығады. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсетпекшімін қалай болып шыққандығын. Осындай өте керемет болып шығады. Дәмі де өзі де әдемі, нәзік десерттердің бірі. Сіздің отбасыңызға ұнайтынына мен толықтай сенімдімін. Жасап көріңіз. Сіздермен бірге болған Әйгерім. Келесі видеода жүздескенше.